Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге адамның дегені болмайды, Алланың дегені болады атты тақырыпта кішкене мотивациялық видеоролик дайындадым. Үйдің жанынан дүкенімізді жаңадан ашқан жылдары болатын. Түнде есігін жауып, сатушыларды үйіне жіберіп, үйге келіп ұйықтауға жаттық. Жастығым да бар, егіз балапаным бесікте. Жас ананың ұйқысы белгілі ғой, жастыққа басы тие, ұйқының әлеміне кете қалатынмын. Көзімді жұмып біраз жаттымда бір нәрсені ұмытқаным есіме түсіп, дүкенге қайта бардым. Ешқашан сатушылар жауып кеткен дүкенді қайта ашпайтынмын. Себебі жауапкершілікпен қабылдап, алған дүние солардікіндей болып тұратын. Сол түні мені ұйықтатпай бір күш сандықтың түбінде жатқан кілттерді шығартып, дүкенге қарай итермеледі. Есіктен кіріп светті жақтым. Дүкен іші көк түтін, 2-3 тоңазытқыш бірге қосылып тұратын. Тоқ кетіп, замеканя болған. Тоқтар шашырап ойнап жатыр. Аз ғана болғанда дүкенім өртеніп кетеді екен. Күнде жатарды. Я Аллам, отбасымды, аналарымды, бауырларымды, үйімді, дүкенімді, бәрін бір өзіңе тапсырдым деп жататынмын. Және сол кездегі бар білетін сүрелерім Фатиха, Иқлас, Фалақ, Нас қайталай беретінмін. Сол дұғаларым мені осы күнге дейін сақтап келеді. Алла. Мұндай мысалдар менде өте көп. Біріншіден, жүректегі Аллаға деген нық сенім. Өміріңе гармония әкеліп, миға тыныштық сыйлайды. Бейберекет ашуланып, быж-тыж болып шаршаудан сақтайды. Тәтті ұйқы, мықты денсаулық береді. Құдайға шүкір деңіздер. Құрметті оқырман, каналымда осындай видеоларды шығып тұруын қаласаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.